Бүткен мұғалім құрсын не болды десеңші жаңа. Мен мұғаліммін өзім. Коллегам сабақ кезінде бір бала шулап қоймаған бор лақтырған қолындағы нервына тиген соң. Құлағына тиген. Сөйтіп ол жылап, мамасына звондап, мамасы да агрессивный біреу екен сөз түсінбейтін. Полиция шақырып, ан жерде ажиотаж қылып жерді. Сөйтіп анаған түсініктеме жазғызып жатыр қазір. Байғұс жұмыстан шығарайын деп жатыр. Байғұстан дірілдеп тұр анау. Қазір ұру керек қой наоборот балаларды ше. Ол жек көрген ұрмайсың ғой сен. Оны жақсы көресің, сабақ жақсы оқиды көп бала. Бірақ әттең шамал тәрбиесі неде отырамайды бір жерде айтқан істемейді. Керек қой шамал қорқу керек қой мұғалімнен мысалы. Сәл түртіп қалу керек, нұқып қалып балаңыз қол істемей аяқ істемей қалмайды ғой. Не ата-анаға сөзің өтпейді, не балаға сөзің өтпейді, не бастыққа сөзің өтпейді. Педагог надан кейін мұғалім болғың келмейді вообще. Вообще болғың келмейді. Әттең жұмысын өйстіп қабылдап өйстіп не істеген соң, қазір жұмыс істеп жүрсің, сәл-пәл жаңа зарплатадан көтеріп қояды әйтпесе. Байғұс енді біздің сөйтіп ата-ана келіп зерделінің жаңағы несін шығарып, неше түрлі ойбай бұлар жаңағы сабақ бере алмайды, ұрат кілең неше түрлі жаңағы минус іздеп қалған өзі. Білмеймін даже қалай не істейтінін көреді енді өздері. Кешегі балаларды ұру керек деген видеом хит болып жатыр ау деймін. Бүкіл мұғалім ата-ана қолдап кетті ғой. Енді ұрыңдар деген түсінікті ғой бұл жерде. Біз біреудің баласын көзін шығарып басын жарайын деп жатқан жоқпыз. Просто арасында түртіп қалу керек, нұқып қалу керек. Бала шамалы сескену керек мұғалімнен. Тәрбие болмаған жерде білім қонбайды да. Біз былайда жалпы қазір көп ата-анаға қарағанда баласынан біз мұғалім, біз жақынбыз. Себебі жарты күн біздің қасымызда да. Оған білім береміз, тәрбие береміз, араласамыз, сөйлесеміз. Әрине сол үшін біздің көбірек жанымыз ашиды. Әттең кейбір ата-ана түсінбейді. Кеше жазып қойыпты біреу, қорықпайсыз ба деп. Мен қорықпаймын, 2011-де СТО-да ма сұрақ жоқ, 60-тағам ғой сол кезде. Түсінікті деп ойлаймын енді. Жалпы ата-ана бала түсіну керек қой, сол кезде білім қонады. Мұғалім болу үшін қандай болу керек дейді маған, сұрақ қояды. Батыр болу керек дедім. Дұрыс айттым ба? Ол бір физический батырлық емес, қара күш, психологический, төзімділіктің, шыдамдылықтың, сабырлықтың батырлығы, терпение дейді ғой. Характердің батырлығы, мінездің батырлығы, қаншама сөз көтере алудың батырлығы, айыптауды көтере алудың батырлығы. Ход сен айыпты болмасаң да. Мына қазақта айтады ғой, ешектің жұмысы адалда, өз арам дейді ғой. Енді мен ешекке теңемеймін әрине. Мұғалім деген үлкен асқақ ұлы адамдарды. Бірақ соған мағынасы пара-пар. Қазір мұғалімге жақсат жоқ қой. Жаман. Кім жаман? Мұғалім жаман. Жақсат жоқ. Бірақ жұмысы адалда. Оның көтеріп жүрген жүгін анау-мынау адам көтере алмайды да ол мұғалімнің. Сондықтан жаңа мақалды былай бұрмаласақ болады. Мұғалімнің өзі жаманда, жұмысы адал деп. Сондықтан мұғалімдер үлкен адамдар, үлкен тұлғалар, қоғамды тәрбиелейтін адамдар ғой. Енді одан кейін оған ешкім әңгіме етпейтін шығар. Мына жалпы ұлтты, мемлекетті, ұлтты тәрбиелейтін адамдар ғой мұғалімдер. Алталаштың басы қосылса төр мұғалімдікі деп Мағжан Жұмабаевтар бекер айтпаған ғой, мұғалімнің рухын көтерген. Сондай мұғалімдерді өкінішке орай қоғамда қазір бағаламай жатырық та. Жаманатты қылып шығарып жатырық, жала жауып жатырық. Ерке тотай жаңағы тәлпіш балдарын жақтап неше түрлі ата-аналар неше түрлі сөздерді айтып қаралап мұғалімдерге айтпаған сөзін айтып кетіп жатыр. Сондықтан ұлтты тәрбиелеп отырған, қоғамды тәрбиелеп отырған адамдарды қадірлеу керек, қастерлеу керек. Мұғалімдерді жоғары көтеру керек, абыройын асқақтату керек. Балаң білімді болсын десең, балаң үлкенді кішіні сыйласын десең, бірінші мұғалімді сыйла алдымен. Сол кезде ұрпақ қоғамды сыйлайтын болады. Ол қоғамның ішіне бәрі кіреді. Мектепке баламды алып келуге келдім. Өлген кептеліс. Ана жұмада мешіттің алдында болу ғой, сол сияқты болыпты да. Күнде бірақ 6-шы, 7-ші сабақ, 5-ші сабақ. Соған қарағанда бір балаға 3 мәшинеден келе ма, құдай-ау. Айтамда бір үйден 3 бала мектепте оқыса, атана бітті қоя, апарып алып келесің, апарасын алып келесің. Сонда жұмысты қай уақытта істейді олар. Еще балдарға внимание сұмдық қой қазір. Балдарыңыз мектептен шықты, үйіне жетті ма?
жаңа шығып жатыр. Шыдаңыздар ата-аналар. Кәдімгідей бүйтіп аэропорттың алдында жолаушы күтіп тұрғандай тұрасың, телміріп бүйтіп есіктің алдында. Деп табыннан бұрын сиырдық солай күтіп алатынбыз. Біздің ала сиыр келе жатыр. Біздің қара сиыр келе жатыр деп. Айдап үйге апарасың. Бұлар да солай айдап мәштеге тығасың. Олар үшін сұмдық я. Наблюдение 24 сағат. Ұрсасың мұғалімге. Мына балам шапкасын дұрыс кигізбепсіз, терлеп суық тиіп қапты деп зіркілдейсің. Жазда терезеңіз ашық болды ғой. Балам құлағы ауырып қапты. Олар балдақта қызықты бар ғой қазіргі. Ренжиді ғой. Балам жүр үйге барамыз десе, мектептен бір тамақ ішпедік пе әке деп ренжиді ғой. Наблюдение сұмдық болады. Қазір бар сұмдық енді бар. Бұрын бізде наблюдение қалай, қанша ауысыңдар дейді, 30 бізде болды, менде 30, примерно 30-35 оқушы бар дейді болды. Тірі болсаң болды ғой. Қазір страшно, камера, мұғалім, тас, ата-ана, контроль, каждый балаға бір группа, мұғалімсіз группа, ата-анасыз группа, ата-аналар шешелерінің группасы, ата-аналар әкелерінің группаласы, отличниктердің группаласы, отличник еместердің группаласы, іздейді группалар, ойбай. Бұрын бізді мектепке апару деген, ойбай, мектеп бір қаланың бір шетінде болады ғой, өлген, ит өлген жер. Ит емес, адам өледі ана жаққа жете алмай. Бұрын қазір районда бір мектеп жақыннан іздейсің. Еще әкеміз, мен өзім 7 мектеп ауыстырғам, әкем айтатын. Мектепке алғаш 3 күн ғана апарады. Баламна жолды жаттап ал дейді, ертең осы барасың. Қарашы мына, көк забордан өтесің, ақ забордан өтесің. Мына жерде сиыр жайылып тұрады, ана жерде бәләс. Алғашта барған есімде бар ғой. Кәм жолды іздейсің ғой, адасасың ғой, обязательно қалай адаспайсың. Адасасың өл. Мектепке сабақ оқуға барғанша уже өмірлік сабақ алып тастайсың. Сол кездегі 90 жылдардың иттерін айтсашы, ё-майо, қазір ит енді үйде ғой қазір. Ол кезде иттер енді 90 жылдар заман қиын, ұрғары көп, мана ит деген көп, дафига болады ғой. Баш. Кәнден мәнде менсінбейсің, оларды өзің тістеп аласың. Қалыптайсың оларды, андай үлкен иттері болады. Сол адамдар не дегені иттерін босатып қояды бар ғой. Дәу кәдімгідей. Анда уже не тас өтпейді оларға. Содан өту деген бір бақыт қой, өтіп кеттің болып тірі қалдың өмір үйге. Мен тірі келдім дейсің ғой. Сабақ оқып келдім ба деген емес, мен үйге тірі жеттім дейсің ғой, болды ғой. Қайдағы сабақ? Қайдағы сабақ? Итің ғой сол жерде бір қояншық біреулер болады, өзіңмен жасты. Не сабақ оқымайды, не әке-шеше жоқ па? Сені тосып тұрады, өмірлік мақсат сол. Сонымен обязательно бір төбелесесің, ұстасасың. Күнде сол, қай мектеп, құдайдың құтты күн. Велосипедпен барсаң мәссіңе. Қазір мәшіне ғой, қазір ата-аналар датабына кобылтпен алып кететін ата-аналар ғой, мен сияқты. Ана жаққа қояды, көрінбейтін жерге. Джип, меп қой. Ол кезде великпен барғанға мәз болатынбыз ғой, великпен. Әкеміз велосипедтің Уралдың алдына отырғызған кезде бизнес класс қой анау. Екі аяғың турбада отырасың ғой. Дір деп рельстан өтесің. Артынан иттер жүгіреді. Ё-майо. Бақыттысың ғой, сенен бақытты бала жоқ қой, мектепке великпен әкең алып келіп тастаса, ё-майо, күні бойы настроение. Ең қызығы столовыйда обед деген болмайды не бізде. Қазір обед жеді ғой, не жедің, онша емес, дәмді емес деп. Обед деген білмейтінбіз біз. Акас обед ішу керек ғой кезде бала кезде. Үйден бірдеңе жеп шығасың. Жолдан алмұрт жейсің, көгерген алма жейсің. Магазинге кірсең кірдің, кірмесең ақшаң болса, ол да жоқ. Көктемде ғой біз, күзде ғой бастамды. Жолда алма жейсің, анан жейсің, мынан жейсің. Біреудің бақшасына түсесің. Біз оқымағанымыз сол екен ғой. Өмір үшін күресіппіз ғой біз. Қазір заман тәубе негізі. Шүкір, балдарымыз осы заманда өмір сүргенде мен қуанам бар ғой. Хотя бы балдарым ше.